Айдар есімді бала бар екен. Ол ғарышқа ұшуды армандайды. Күнде түнде аспанға қарап, жұлдыздармен сырласып, олардың сыры мен ғажайыптарын білгісі келетін. Бір күні Айдарға күтпеген жерден белгісіз планетадан хат келді. Хатта былай деп жазылған: Айдар, бізге сендей батыл және тапқыр бала қажет. Ғарышқа біздің планетамызды сақтап қалу керек. Бізге көмектес, сенің ғана қолыңнан келеді. Айдар ойланып жатпай, тез дайындала бастады. Ол үлкен зымыранға отырып, алыс планеталарға қарай бет алды. Әлемде түрлі ғажайыптарды көрді. Бірақ ең маңыздысы, ол жамандық жасайтын метеор айдаһармен кездесті. Айдар тез қимылдап өзінің кемесін айдаһарға қарсы бағыттады. Бірақ соғысудың орнына Айдар оған жақындап: неге жерді және басқа планеталарды бүлдіріп жүрсің? Біз дос болайық, деді. Айдаһар бұл ұсынысын естігенде ойланып қалды. Сөйтіп ол жерді қиратып, метеорларды бағыттаудан бас тартады. Айдар мен айдаһар дос болып, бірге ғарыштың түрлі құпияларын зерттей бастады. Айдар үйіне оралғанда, бәрі оны батыр ретінде қарсы алды. Ол енді тағы да ғарышқа барып, басқа да ғаламшарларды зерттеймін деп жолға аттануды дайындықты бастайды.